Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай әдемі открытка жасайтын боламыз. Бірінші давайте Pinterest программасына кіріп, фондарды жүктеп аламыз өзімізге. Және де эскизін алдыңғы видеода мен сіздерге сызып көрсеткен болатынмын. Сол видеоны қарап отыра сіздер әртүрлі эскиз сыза аласыздар. Енді қазір поисқа астындағы лупаға мысалы рамка деп жазасыз ба, шаблоны для визиток, әртүрлі нелер бар, толып тұр. Соның біреуін таңдап аласыз. Осындай фоны бар шаблонды көрсеңіздер, соның астына түссеңіз, қайсысы ұнайды сізге? Соның астына түссеңіз, мысалы осындай шаблон. Қазір басып көрсем, осындай төбесіндегі 3 точкаға басып, скачать изображениеға басамыз да, соның астына басқанда соған құсас басқа да әдемі шаблондар шығады сізге. Төбесіндегі 3 точкаға басып, скачать изображениеға бассаңыздар, шаблоныңыз уже галереяда тұрады, өзіңіздің галереяңызда. Енді қазір шаблондарды жүктеп болғаннан кейін өзіме ұнайтын шаблондарды жүктеймін. Мысалы, осындай бар екен. Төбесіндегі 3 точкаға басамыз, скачать изображениеға басасыздар. Осындай бар екен, фиолетовый керек болып қалады мысалы. Мынандай қызды мысалы қойсаңыздар да болады, қыз ұзату деп. Өте әдемі көрінеді, қыз ұзату, сырға салу. Және де фотоны қойсаңыздар да болады. Қазір мен сіздерге көрсетем ішкі жағында қалай фотоны жасаймыз. Pixar программасына кіріп, шаблонды енгіз қойдым. Осы шаблонды біз сіздермен бірге жасаған болатынбыз. Енді қазір добавить фотоға басасыздар. Обычно добавить фотоға ештеңені пинг форматында аудармайсыз. Енді өзіміздің фотомызды примерно размерін қазір келтіреміз. Міне, жазу алып тастаймыз. Енді қараңыздар, міне. Менде Pixar ол бесплатный версия. Обычно Play Market болса Play Marketқа жазасыз, Pixar деп. App Store болса App Storeға жазасыз, жаңағы Pixar деп. Енді қараңыздар, міне. Открытканың тура ортасына, шеткі жағына қойдым. Енді қазір стикерға кіріп цветы деп жазып аламын, потому что открытканың уже артыңғы жағы болады бізде. Алдыңғы беті мына жақта болады, артыңғы беті ана главный сияқты саналады ғой. Міне қазір гүлді кішірейтемін. Бұл открытканы шығарғаннан кейін бүйтіп жаңағы линия бойынша қиып болғаннан кейін уже көрініп тұрады. Қазір біз открытканы шығарған кезде мына жерін алып тастаймын. Уже сохранить етіп алдым өзіме. Енді алып тастаймын. Қазір енді басқа шаблондарды енгіземіз, ол ішкі жағы болады. Бұл шаблондарды біз бір параққа шығарамыз. Мен сіздерге келесі видеода осы шаблондарды қалай бір параққа шығару жайында көрсететін боламын. Жаңағы біз главный листін сохранили же, енді қазір ішкі жағы. Қазір осындай шаблон қойайын ба, жаңағы жүктеп алған, потому что біз жаққа қазір фотоларды қоятын боламыз, сразу фотоны қоямыз. Міне, кішін келіспейтін сияқты, значит, шаблонымызды қоямыз гүлді. Міне, осыны жазуына, шетін жазуына алып тастаймын. Ана жерде обрезать деп тұрады, соған бассаңыз, алып тастасаңыз болады. Примерно қазір размерін келтіріп аламын. Шаблон барлығын телефон арқылы жасап жатырмын. Ешқандай платный версия жоқ. Барлығы бесплатный версия арқылы. Міне сызығы көрініп тұр. Өткен бюговка жасағанда сызығы қай жерде болса ыңғайлы болады бізге. Сызығы көрініп тұрған. Міне енді шаблонымды сақтап алдым. Енді осында открыточканы жасасаңыздар да болады сіздер. Немесе мына жерге фото қойғыңыз келсе, инструментіға басасыз да, выбрать дегенге басасыз. Алдыңғы видеода овал таңдағанбыз, осы жолы 4 бүштіні таңдайық. Міне примерно размерін келтіреміз. Ұзын қылсаңыз да болады, кішкентай қылсаңыз болады. 3 сурет сыйдырсаңыз болады, 4-5 суретті сыйдыруға болады. Кішкентай қылып, мен мына жерге 2 суретті қоятын боламын. Төбесіндегі вырезатыққа басып, X-ға басып алып тастаймын. Енді біздің шаблонымыз пинг форматына айналды. Тағы да солай аламын. Инструменты выбрать и прямоугольный таңдаймын да. Төбесінде вырезатыққа басып, міне X-қа баса салам. Енді біздің шаблонымызға суреттерді енгізу керек қазір ішіне. Осыны сақтап алам, керек болады. Енді осы шаблонды мен сіздерге бесплатный телеграм-каналыма салып қоям, сол жерден алып пайдалансаңыздар болады. Енді астында рисоватьқа басамыз. Именно рисовать. Өйткені ішіне фото салу үшін именно рисоватьқа басу керек. Кстати, текст жазғанда ешқандай коронасы бар, жаңағы стикер таңдамаңыздар, а то шаблоныңыз сақталмайды. Добавить фотоға басамыз. Бірінші рисовать, потом добавить фото. Өзіміздің фотомызды таңдап аламыз.
міне примерно осындай фотоны таңдап алдым. Размерін қазір келтіремін. Осылай төбесіндегі 2 төртбұрыштыға басамын да, міне осылай астыңғы суретті жоғарыға қарай жібере салдым. Енді біздің фотомыз осы жерде тұр. Ішіне прям еніп тұр. Енді қазір қайтадан готованы басасыздар. Рисоватьқа басамыз. Добавить фотоға басып, өзіміздің басқа фотомызды тауып аламыз. Сіздер мен сияқты қалаған фотоны қойсаңыздар болады. Мен осы фотомды таңдап алдым. И қазір примерно размерін келтірдім. Төбесіндегі 2 төртбұрыштыға басып, астыңғы суретті жоғарыға қарай жібердім. Міне менің фотом уже осы шаблон ішіне енгізілді. Сіздер де менің видеомды қарай отыра осындай открыткалар жасай аласыз. Әртүрлі открытка жасап, открытка каналы деп ашсаңыз болады. Мысалы, открытка жасау ең оңай, және қыз ұзатуға, тойларға деп әртүрлі открыткалар өздеріңіз үйреніп жасай аласыздар. И алдыңғы видеоны қарасаңыздар, ол жерде мына жерде 4 бұрышты открытка жасасақ, келесі видеода овал жайында жасаған болатынбыз. Текстқа басып, жаңағыдай қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Міне астында көріп тұрсыз ғой, коронасы бар шрифтті таңдасаңыз, сіздің шаблоныңыз сақталмайды, сразу айтып қояйын. Міне көрдіңіз ба, шрифттің қасында коронасы бар шрифттер бар. Міне ондай таңдасаңыз, сіздің шаблоныңыз запись экраны жасалынбайды, және де шаблоныңыз сақталмайды. Дәл солай стикерді да. Енді жаңағы жасап жатқан 2 шаблонымыздың сборкасын жасайтын боламыз. Келесі видеоны қараңыздар.